Сегодня в этом году мы собрали со всех регионов Казахстана около 100 детей. Это практически 14 регионов представлены вместе с республиканскими городами. Вообще Машхур окулары, она проводится по 4 направлениям. В каждом направлении от 15 до 29 учащихся участвуют. Сегодня у нас в членах комиссии 12 человек, в каждом направлении по 3 человека, членов жюри. Мы максимум постарались привлечь сюда тех людей, которые непосредственно знакомы с творчеством Машхур Копиёлы. Также в членах жюри присутствует потомок Машхур Копиёлы, Ертай Кубандыкулы. Бүгін мына Екібастұз қаласы шаһарында республикалық Машхур оқуларына келіп отырмыз. Бұл оқуға республикамыздың түп-төркінінен барлық өңірлерінен қатысушы балалар келіп отыр. Бүгін мынау біздің жүргізген неміз бойынша мына қатысушылардың барлығына Машхур қорғатынан жетіспап деген Машхурдың еңбегін ұсындық. Енді республикалық бұл оқулар Машхур мұраларын зерттеу, зерделеу, жалпы жан-жақты насихаттау, тарату. Қазір елімізде енді Машхурдқа деген, Машхур Копиёлының шығармашылығына деген үлкен қызығушылықтың соған үлкен қызығушылық туғызып отыр. Сол қоғамның сұранысына, яғни болашақ ұрпақтың сұранысына сай еңбектерін шығаруға тырысамыз болашақта да. Сондықтан да осы бүгінгі келген қатысушылардың барлығына біріншіден алғыс білдіреміз. Екіншіден болашақта сол Машхур Копиёл бабасы сияқты ұлтына қызмет ететін тұлға болуға тілектеспіз. Машхур Копиёлының оқулары мүшәйра бағыты бойынша келдім. Бүгін енді орынға ие болмасам да алғыс айтып айттым. Оның үстіне мынандай кітап алдым. Хитиспап Машхур Копиёлынікі. Осының өзіне мен ырзамын. Оның өзі бір дәреже деп білемін. Осындай үлкен іс-шаралар алдағы уақытта ұйымдастырыла берсін. Павлодар облысының әкімшілігіне, басқармасына, ертіс дарын оқу бөлімінің басшысына алғысым білдіремін. Бүгінгі Машхур жобасына мен мүлде жобаға бірінші рет қатысып тұрмын. Және осы Ақтөбе облысына өткеннен кейін, осында келеміз дегеннен кейін ойладым, мықтылар болады енді. Ойлаған жоқпын мен басып аламын деп. Себебі менен бір жақсы айтқандар болды. Енді мен жалпы тақ-тіркестеріне тоқталдым Машхурдың шығармағандағы. Жетекшіме ең бірінші алғыс айтқым келеді. Себебі ол кісі өте тіл маманы, нағыз тілдің жанашыры маман ретінде айтуға болады. Екеуміз дайындалдық, біраз соның нәтижесін көріп отырмыз бүгін.